Саламатсыздар ма, студенттер? Мен арнайы пәндер оқытушысы және ветеринария ғылымдарының магистрі Каримова Эльвира Казимуллиновна. Жануарлар анатомиясы пәнінен тақырыбымыз бұлшықеттер жүйесі. Қарастырылатын сұрақтар: бұлшықеттер жүйесі жалпы сипаттамасы, бұлшықеттер түрлері, ерекшеліктері, аяқ бұлшықеттері және құрылысы, бұлшықеттердің физиологиялық қасиеттері. Миология – бұлшықеттер жүйесі туралы ілім. Бұлшықет адамда, омыртқалы жануарларда және көптеген омыртқасыздар денені қозғалысқа келтіретін мүше. Оның негізін бұлшықет талшықтары құрайды. Бұлшықет жүйесі адамда барлық омыртқалы жануарларда және омыртқасыздардың көпшілігінде қозғалыс қызметін атқарады. Дене қаңқасын жауып тұратын бұлшықеттер көлденең салалы талшықтардан тұрады. Бұлшықеттер өзінің пішіні, көлемі, тұрған орны мен атқаратын қызметіне қарай бірнеше топқа бөлінеді. Бұлшықет жүйесі арқа, кеуде, іш, мойын, бас, қол, иық, білек, аяқ бұлшықеттері кіреді. Мысалы, белдің шаршы бұлшықеті, мықын бел бұлшықеті, төс бұғана сүйір бұлшықеттері омыртқа жотасының екі жағына иілуіне мүмкіндік береді. Адам мен омыртқалы жануарларда екі түрлі бұлшықет болады. Біріншісі көлденең жолақты, яғни қаңқа мен жүрек бұлшықеттері. Екіншісі тегіс бірыңғай салалы. Бұлшықет мүше ретінде белгілі бір қызмет атқарады. Оның 72 мен 80% су, ал 16 мен 20% тығыз заттардан тұрады. Бұлшықет талшығы көп ядролы жиырылғыш асуша. Ұзындығы мен бірнеше миллиметрден бірнеше сантиметрге дейін созылады. Бұлшықеттердің түрлері: құрылысына байланысты олар қарапайым бұлшықеттер, қауырсынды бұлшықеттер болып бөлінеді. Жүрек бұлшықеттері жүректің ортаңғы етті қабы миокардты құрайды. Миокард мезодермадан дамып жетіледі. Кардиомиоциттерден тұрады, еріксіз жиырылады. Қаңқа бұлшықеттері қаңқа сүйектеріне бекіп, оларда орналасып, қаңқа сүйектерімен бірге тірек қимыл аппаратын құрайды. Қаңқа бұлшықеттері ерікті жиырылады, бұлшықет талшықтарынан тұрады. Мезодерманың миотомынан дамып жетіледі. Қаңқа бұлшықеттері біліктік және шеткі қаңқа бұлшықеттері болып екі топқа бөлінеді. Біліктік қаңқа бұлшықеттері өз кезеңінде бас, тұлға, құйрық бұлшықеттері болып үш топқа бөлінеді. Бас бұлшықеттерінен бет және шайнау бұлшықеттерін құрайды. Олар қызметіне қарай бүккіш, жазғыш, әкелуші, әкетуші. Орналасқан жеріне қарай төс, бұғана бұлшықеті, қабырғаралық бұлшықеттер және де тағы да басқа болып ажыратылады. Бұлшықет тірек қимыл мүшесіне жатады. Бұлшықеттер тегіс және көлденең жолақты болып екіге бөлінеді. Тегіс бұлшықеттердің ішкі мүшелері құралған: ішек, қарын, бауыр және тағы да басқалары. Дене бұлшықеттері көлденең жолақты мускулатурадан тұрады. Көлденең жолақ мускулатура бөлек-бөлек талшықтардан құралған. Қызметіне байланысты бастың бұлшықеттері бет және шайнау бұлшықеттер топтарынан бөлінеді. Бет немесе мимикалық бұлшықеттер бір ұшымен бас сүйектің бет бөлімінің қозғалмайтын сүйектеріне бекиді, ал екіншісімен бас аумағындағы табиғи тесіктер қабырғаларындағы қозғалмалы бұлшықеттер мен теріде аяқталады. Шайнау бұлшықеттер екі ұшымен бас сүйектің қозғалмалы сүйектеріне бекіп, жоғарғы жақ пен төменгі жақ сүйерінен қозғалысқа келтіріп, шайнау қызметін іс жүзінде асырады. Иық белдеуінің бұлшықеттері. Иық белдеуінің бұлшықеттері алдыңғы аяқты жауырын мен тоқпан жілікті тұлғаға бекітеді. Орналасу орындарына сәйкес дорсальды және вентральды бұлшықеттер топтарына бөлінеді. Сонымен қатар, олар омыртқа бағанасын оң және сол жақ бүйірге иілуін қамтамасыз етіп, мойын мен құйрықты айналдырады. Көкірек керегесінде орналасып, қабырғалар мен төс сүйекті сыртқа қарай тартып, бір-бірінен ажыратады. Тыныс алуды қамтамасыз етеді.
ішке тыныс алуды қамтамасыз ететін бұлшықеттер инспираторлар, ал сыртқа шығаратындар экспираторлар деп аталады. Аяқ бұлшықеттері көрсетілген бұл жерде. Бұлшықет синергиялы және антогенал, яғни бұл жерде бүккіш және жазғыш. Бұлшықет атқарымы. Бұлшықет атқарымы қимыл, қозғалыс, шайнау, қорғаныс, тепе-теңдікті, жиырылу, созу қызметін атқарады. Денедегі барлық қимылдың бұлшықеттің жұмысынан пайда болады. Бұлшықет атқарымы. Бұл жерде бұлшықет талшығы, миожіпше, бұлшықет түйені. Бұлшықеттің құрылымы. Бас, тұлға, құйрықтан тұрады. Бұлшықет жұмысы серпінді және статикалық болып бөлінеді. Бұлшықеттің физиологиялық қасиеттері. Бірінші, қозғыштық. Бұлшықеттің тітіркендіргіштікке қозып жауап беруі. Екінші, өткізгіштік. Бұлшықет бойымен қозудың өтуі. Үшінші, жиырылу. Бұл қозу кезінде ұзындығы мен немесе кернеуінің өзгеруі. Төртінші, эластикалық. Созылғыштық, майысқақ. Бесінші, пластикалық. Бұл ұзындығын өзгерген пішінің біраз уақытқа дейін сақтау. Бұлшықеттің жиырылу түрлері. Бұл жерде бірінші, яғни еттің жиырылуы белгілі бір жағдайға тәуелділігіне байланысты. Екінші, тұтас организмде олар, яғни ұзындығы өзгермейді. Концентрлік жиырылу ет қысқарады, немесе жиырылу ұзындығымен және кернеуі өзгереді. Үшінші, сандық жағынан олар бұлшықеттің дара жиырылуы, жинақы бұлшықет жиырылуы, яғни шала жинақталу мен толық жинақталу. Бұлшықет классификация орналасу бойынша үстіртін және терең, латералды және медиалды, сыртқы және ішкі. Бұлшықет классификациясы, яғни формасы бойынша жерде көрсетілген. Бұлшықеттердің классификациясы функциясы бойынша бүккіш және жазушы, келтіруші және бағыттаушы, супинатор және пронатор, дем жұту мен дем шығару. Қорыта келе, бұлшықеттің маңызы тепе-теңдікті сақтайды, қимыл қозғалысты қамтамасыз етеді және бөгет тыныс алу қозғалысына қатысады. Сүйектермен бірлесіп, денеге пішін беріп, денені ұстауға көмектеседі. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.